Негізі таныстыңыз ба? Иә, таныстым. Таныстым, жақсы жігіт, өте жақсы жігіт. Өте жақсы. Аян сізге бір мүмкіндік берсе, бір тылсым қабілеттердің ішінен бір қабілетті өзіңізге алу. Не таңдайтын едіңіз? Егер сондай нәрсе берсе, жылдамдықты. Жылдамдық? Неге? Жылдамдықты барша. Мен ұнайды жылдамдықпен. Жылдамдығың болса, жаңағыдай артқа жүгіріп аласың, алдыға жүгіріп аласың деген сияқты. Жаңа артқа алдыға болғанда уақыт жайлы айтып отыр. Жаңа уақыттардан временное измерениеден өтуге болады деген. Әдемі деп айтасыз. Өте көркем. Бүйрегі бұрынғысына бұрып тұр. Момақай сондай бір жақсы қыз болып жүрген Айдана қазір шекесіне клейлеп тұрып 5 жылды жабыстырған сияқты. Үміткердің ашуланатындай жағдайы бар. Жақтырмағаның жұлдыз ауруынан ба? Бір ұнатсам, мен оны ұмытуым өте ұзақ. Аянға деген сезім өшті ма? Білмеймін, жауап бергім келіп тұрған жоқ. Қайта қосылу жоспарда бар сияқты. Кейін зардап шегетін адам ол асқақ қойын деп тұр негізі. Бүгін қосылайық жобасында. Ассалаумағалейкум баршаңызға, қалайсыздар? Кеше біз тойды жақсылап өткізіп алдық. Енді бүгін өзіміз отырып шай ішейік деген сияқты. Бүгін біздің Асхат пен Айдананың танысы қалай болып жатыр, және де біздің таныстық қалай болып жатыр. Барлықтарын сұрап жүрген 14:30-да көре аласыздар. көріңіздер, тамашалаңыздар. Құрметті жақсылар, жақындар, егер де өздеріңіз қуаныштарыңызға кереметтей шоу балет десеңіздер, Деми шоу балетін шақырсаңыздар болады. Тойларыңыз өте жоғарғы деңгейде өтетіне уәде береміз. Деми шоу балеті. Жандар. Нормально. Айдана, сізге ше бір тылсым қабілет таңдауға мүмкіндік берілсе? Адамдардың ойын оқитын едім. Оқи алатын қабілетке болғым келеді. Оны шаршап кетпейді ма адам? Жоқ, андай бір болады ғой. Тимур, сізге супер бір тылсым қабілеттердің ішінен таңдауға мүмкіндік берілсе, қандай қабілет таңдайтын едіңіз? Тылсым қабілеттердің ішінен фокус. Фокус? Алдында ғалымжан фокустар болады. Одан да ерекше андай фокустар болады ғой. Ақшаны ұрлап кету деген сияқты. Банк тонап кетіп. Жоқ, андай бір нәрседен бір нәрсе шығаруыма просто ұнайды сондай нәрселер. Қаныңыз қалайша, қан? Біз кеше біраз дүниені разблокировать етіп жүрген сияқтымыз. Біраз есте қаларлық бір оқиғаларды. Жастық шақты еске салып сендерде бір. Не таңдайтын едіңіз? Мен уақытты тоқтататын едім. Өміріңіздің қай бөлігінен бастап тоқтататын едіңіз? Ойдақ келдім. 21 жасымда тоқтататын едім. Сөйтіп барлығын бастан бастайтын едім. Не бір мұнды өлең тыңдап отырсыз? Сондай ой жүрмін. Неге? Бывший дей ма, не дейді? Жоқ, всегда бывший десең не отрицает, причем она. Сондай ма? Иә. Қандай бывший? Атын айтады, сәл сұразаңыз. Жылап, жүрсің. Жоқ, ештеңе жоқ, все нормально. Көзің жасаурап тұр ма? Жылап деген жоқ, все нормально. Өлем, мынау не болды? Жоқ, Амина, жылатпайсыз бүгін деп па? Өлем. Мынау жындым. Айттым ғой мен. Отырып жылайтын бар ғой, Амина. Жылама, Айдана ағым. Бейтік. Сұрауын жайдан қойшы. Соны айтамын. Жарайды онда. Сіз жылай тұрыңыз онда, бывшийіңізді еске алып па, білмеймін. Бывшийіңізді ойлап жылап жібермейтін шығарсы. Жоқ, ондай жоқ. Қалайсыз жалпы? Күшті. Бүгін образыңыз енді білмеймін. Керемет болып тұр. Оқытушы болып тұрмын ба? Лақыр ханым, сізге мүмкіндік берсе, тылсым қабілеттердің ішінен қандай қабілет таңдайтын едіңіз өзіңізге? Сиқыр деген сияқты ма? Иә. Білмеймін даже. Тылсым қабілеттер. Может, құмалақ ашатын шығар? Құмалақ ашам? Сөйтетін шығар. Неге дәл сол? Білмеймін, енді кішкене өзіміздің неге жақындау деген ба, мен пікір. Демек, өзгелерге көмек. Қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір өзіңіз. Жақсы, Шолпан ханым, сізге бір тылсым қабілетті таңдауға мүмкіндік берілсе, қандай қабілет таңдайсыз? Спокойный болды. Спокойный болды? Көп нәрсені сразу жеткен. Сол нәрсені үйренгім келеді негізі. Үйреніп жатырмын. Бірақ ол тылсым емес пе?
типа сосын невидимка. Сверхъестественный, иә. Невидимка болғым келеді. Оны қандай жағынан қолданатын едіңіз? Невидимка болып, шынымды айтайын ба? Бұрында бүйтіп армандайтын невидимка болып, бір жерге кіріп, банктерден ақша алып, шығып кететін сондай. Сол невидимканы таңдайсыз.